Баршаңызға сәлем, есімім Жанна. Бүгін сіздермен Вопипай тортының оригинал рецептімен бөліскім келіп тұр. Мұнда керекті ингредиенттердің бәрін жасап қойдым, дайындап қойдым. Қанша грамм екендерін описанияда жазып кететін боламын. Темный шоколад, сливочное масло, сары майонез 82% қолданамын мен. Осыны жақсылап ерітеміз. Дайын болды. 5 жұмыртқаны қантпен миксермен взбивать етеміз. Әдемі болып кішкене көтерілу керек міндетті түрде. Енді сухой ингредиенттерді бірге араластырамыз. Тұз 2 грамм және ұн 200 грамм, 20 грамм сахар, разрыхлитель және 20 грамм какао. Осы қантымыз бен жұмыртқамызға водяной баняда еріген шоколадымызды құятын боламыз. Араластырып жібереміз. Осындай кондитерский мешок қосамыз. Осындай түрін қолданам одноразовый. Мен сіздермен тестаны пісіргенге дайындаймыз. Мұндай пергамент қағазын 23 диагоналды форманы қойып, слойын жасап аламыз. Енді мені тестамызды алып 180 градуста қызып тұрған уже пешімізге саламыз. 2-3 минут, максимум 5 минутқа дейін. Енді сливки 250 грамм сливкаға сахарный пудрамен араластырамыз. Отдельно ыдыстан маскарпоне мен творожный сырды осылай езіп алу керек, үйіршік қалмау үшін. Сливкемізді құямыз. Бізде креміміз дайын болды. Осылаймен бір келкі болып шығу керек. Осындай мешокқа саламыз. Менде мұнда 807 осыған саламыз. Міндетті түрде холодильникке қойып қою керек. Тортты жинағанша. Сливки, маскарпон, сахарный, творожный сыр, бәрі өте салқын түрде жасалуы керек. Біз Вопипайдың бетіне жағатын шоколад жасаймыз. Сонда 80 грамм сливки мен 80 грамм шоколадқа жасаймыз. Жайлықта. Мына біздің шоколадный ганажымыз
дайын. Опипайдың қазір торттың бетіне саламыз. Осында осылай водяной баняда жасаса болады, болмаса микроволновкада жасаса болады. Каждый 20 секундқа салып, алып, саласыз 20 секунд. Қайтып шығарып араластырасыз. Қайтадан салып. Маған осылай жасаған ыңғайлырақ. Коржемізді, креміміз дайын. Енді тортты жинайтын боламыз. Осындай торт жылжып кетпес үшін дайындап алайық. Енді сіздермен қазір опипайды жинаймыз. Осылайна шарикта жасаймыз. Енді үшінші коржеміз саламыз. Енді шоколадный ганажымыз біздің дайында. Шоколадный ганажымызды құямыз. Ал енді сіздермен тортқа оформление жасаймыз. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жасасаңыз болады. Клубникамен, әртүрлі жаңағыдай әсем десеңіздер болады. Мен осындай үйде замороженный малина бар. Енемнің жасап берген. Сонымен жасап жатырмын. Ал міне біздің тортымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте керемет. Бұл оригинал рецепті опипайдың, өте дәмді. Оформлениесін өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Мен үйде қазір бар ягодалармен жасай салдым. Барлықтарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осындай рецептерді жоғалтып қалмас үшін.